Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің атым Тұрсынбек Омырзақов. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Қазақстанда 70-ке жуық елдің елшілігі бар. Бүгінгі бағдарлама Испания елшілігіне арналады. Испания мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық байланыс 1992 жылдан бері орнады. Арада 7 жыл салып, екі елде қос тараптың елшіліктері ашылды. Испания Қазақстанның Еуропадағы басты саяси серіктесі. 2009 жылы қос мемлекет стратегиялық әріптестік туралы келісімшарт жасасты. Қос тараптың қарым-қатынасы мемлекет басшылары деңгейінде де жақсы жолға қойылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Испанияға 8 рет сапармен барған. Сондай-ақ Испания королі бірінші Хуан Карлос біздің елге ресми сапармен келді. Қазақстан мен Испания арасындағы тауар айналымы 2015 жылы 1,44 миллиард доллар болса, 2014 жылы бұл көрсеткіштің көлемі 2,74 миллиардқа жеткен еді. 2005 және 2015 жылдар аралығында Испаниядан Қазақстанға құйылған тікелей инвестиция 182 миллион доллар болса, біздің елдің Испанияға салған инвестициясы 14 миллион доллардан асады. Қазақстанда Talgo, Repsol, Maxim Indra, Airbus Military секілді 20-ға жуық жетекші испан компаниялары жұмыс істейді. Ассалаумағалейкум, құрметті елші. Өте қуаныштымын сізбен кездескеніме. Сізбен сұхбаттасуға келдім. Уақыт бөлгеніңізге сізге көптен көп рахмет. Құрметті елші мырза, мынау бізбен кездесуге уақыт бөлгеніңізге сіздерге үлкен рахмет айтамын. Испания мен Қазақстанның арасына үлкен дипломатиялық қарым-қатынасқа біз мән береміз. Өйткені біздің ел басымыз осы жылдардың ішінде, 24 жылдың ішінде 8 рет Испанияға барып қайтты. Испания королі біздің елге визитпен келді. Осы жылдардың ішінде Испанияның инвестициясы біздің Қазақстанға 182 миллион доллар болды. Ойлаймын, қазіргі уақытта Испания мен біздің елдің арасындағы стратегиялық договорымыз арман қарай даму керек. Оған біз атсалысамыз деп ойлаймыз. Енді осы жағдайда біздің екі елдің арасындағы экономикалық саясат қарым-қатынасқа сіз қандай баға бере аласыз? Pues la pregunta ya incluye mucha de la respuesta. Жалпы, Испания әрқашанда Қазақстанның халықаралық аренадағы бастамаларына қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, біздің ел Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуде Қазақстанның кандидатурасын қолдады. Оған қоса, жуырда Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшесі ретіндегі қадамына да Испания демеу көрсетті. Екі елдің арасындағы экономикалық қатынастарға келетін болсақ, Испанияның Қазақстанда көптеген кәсіпорындары бар. Алдағы уақытта басқа да жобаларды жүзеге асырсақ деп ойлаймыз. Болашақта бұл қарым-қатынастарды әрі қарай дамытып, компаниялар санын ұлғайтсақ деген ниеттеміз. Қазақстанның кәсіпкерлері біздің Испаниямен қарым-қатынасқа үлкен мән береді. Содан кейін былай қарағанда товар айналымы екі елдің арасында 2013 жылы 2,3 миллиард доллар болды. 2014 жылы 2,7 миллиард доллар. 2015 жылы 2,4 миллиард долларға түсіп қалды. Неге осы соңғы жылы біздің товар айналысымы сондай төмендеп қалды? 47%-ға төмендеп қалды. Ол не үшін, қандай нелер болады, себептер осы біздің товар айналысымына қандай кедергілер болып? Қазақстанда қазір бірқатар испандық компаниялар жұмыс атқаруда. Мысалы, Talgo пойызын шығару арқылы Астана мен Алматының арасындағы арақашықтықты 2 есеге қысқарттық. Қазақстандықтар уақыттарын үнемдеп жатыр. Мұнан да басқа темір жол желілерінде ашу жоспарлануда.
Өкінішке орай, ол жөнінде біз біле бермейміз. Бұл испандық кәсіпорындардың Қазақстандағы жұмысына байланысты және өткен жылғы Қазақстанда орын алған доллар бағасының өсуіне де қатысты болса керек. Pero a lo mejor la diferencia tampoco fue tan grande, ¿no? Сіз жаңа айтып кеттіңіз, мынау Talga компаниясы, Repsol компания, Maxim компания, Indra, осы Испанияның үлкен керемет компаниялары біздің елде жұмыс істеп жатыр. Ол рас. Тағы да қандай жаңа проекттер біздің Қазақстанға Испаниядан келеді деп сізден сұраймын. Bueno, realmente en este momento no tenemos conocimientos sobre. Болашақта испандық компаниялардың бұнда келу-келмеу жөнінде әзірше ақпарат жоқ. Алайда испандық бизнес өкілдерінің Қазақстанға деген қызығушылығы мол. Әсіресе құрылыс, инженерлік салаларына келуді көздейді. Өйткені Испанияның осы салада тәжірибесі мол, халықаралық конкурстарда жеңіп отырады. Мысалы, біздің компаниялар Панама каналын салуға қатысты. Қасиетті Меккедегі жоғары жылдамдықты пойыз жолдарын жүргізді. Қазақстанға келер болсақ, фармацевтика саласында адам қанынан өнім шығарып, оны кейбір ауруларға ем ретінде қолданатын испандық компаниялары бар. Como lo están en todo el mundo. Испания біздің елге өте маңызды елдердің бірі. Жаңа сіз айтып кеттіңіз фармацевтика. Фармацевтикаға 8% біздің импортымыз 8% келеді екен. Испаниядан бізге жаңа технологиялар келіп жатыр. Бізге мынау темір жолдың вагондары келіп жатыр. Моторлары келіп жатыр. Біз көп жағынан мынау Испанияның компанияларынан үйреніп жатырмыз. Ол бізге де пайдалы, сізге де пайдалы деп санаймыз. Бірақ сіз мынау енді қазір біздің елге былтыр шілде айында келдіңіз. Қазақстанға жаңа келіп, бір жылдан артық жұмыс істеп жатсыз. Сізді мынау Қазақстан туралы көзқарасыңыз бірде кіргенде қандай әсер алдыңыз біздің Қазақстаннан? Сондай пікірлеріңізді айтыңызшы. Pues fue una gran alegría, fue una impresión de gran felicidad. Мен Қазақстанға алғаш келгенде қуандым, себебі менің елші ретіндегі қызметім осы елден басталды және Орта Азияға да бірінші рет келіп отырмын. Бұған дейін 7 мемлекетте жұмыс атқарған едім. Ал жергілікті ұлттың ерекшелігін айтар болсам, қазақ халқындай жомарт та ақкөңіл халықты көрген емеспін. Және қазақтардың испандықтармен мәдени түрде ұқсастығы көп. Тағы қоса кетерім, испан тілі халықаралық дәрежеде екінші орында тұр. Ана тілі испан тілі болып табылатын 500 миллион халық бар. Және бұны қазақстандықтар өте бағалайды. Осы испан тілін мұнда көп оқытсақ деген ниетіміз бар. Осы аптада ұлттық музейде соғыс балалары атты көрме ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл екі ел арасындағы мәдени байланысты нығайтуға сеп болары сөзсіз. Para mostrar este aspecto de nuestra historia común a Казахстан, no? Мынандай керемет, маңызды кітап маған сыйлағанына көптен көп рахмет айтамын. Мынау біздің екі елдің арасындағы дамитын жағдайлар көп. Мынау біздің Евразия университетінде Испания тілін оқытатын центр жасалды. Оны сіз білесіз. Содан кейін мынау 3 университет, біздің елдің 3 университеті, Испания университеті жазды. Студенттерді Испанияға жіберіп, Испанияның студенттері біздің елге келетін жағдай. Сосын жаңа дұрыс айтып кеттір, осындай қиын кезең жағдайлар болды. Испанияның балалары біздің жаққа келді. Бірақ та осы мынау соғыстан кейін Испанияның көп әскерлері біздің мынау Қарағанды лагерінде болды. Соған документальный фильм шықты. Сол документальный фильм 5 фестивальда жүлдегер болған. Өте тамаша, жақсы документальдік фильм. Ойлаймын, мынау біздің Испанияның мен Қазақстанның арасында тек қана мынау экономика емес, мынау культура, білім жағынан қарым-қатынасымыз дамып келе жатыр. Сіз жаңа біздің салт дәстүр түрлері айтып кеттіңіз. Енді мынау біздің жағдайын қалайсыз, баға бере аласыз? Біздің елдің мынау дамуына көзқарасыңыз қалай екен? Соны айтып берсеңіз.
Pues la verdad es que le veo muy informado, en primer lugar, sobre Қазақстан туралы тек жақсы нәрсе айта аламын. Тәуелсіздік алғанына 25 жыл ғана толған Қазақстан өз мәдениеті мен ерекшеліктерін сақтай білді. Халықаралық аренада үлкен беделге қол жеткізді. 25 жыл бұрынғы Қазақстан мен қазіргі Қазақстанды салыстыруға келмейді. Бұл мемлекетті зор болашақ күтіп тұр деп сенемін. Өзара түсіністік пен бейбітшілік сақтайтын мемлекеттің келешегі зор дегім келеді. Құрметті елші, мынау біздің елдің 25 жыл дамығанына үлкен баға бергеніңізге сізге үлкен рахмет айтамын. Сіздің бағаңыз бізге маңызды. Сіздің көзқарасыңыз біздің елге жақсы көзқарас. Біздің ел сіздердің елдеріне жақындап, дамыған елдердің қатарына кіреді деп ойлаймын. Жаңа айтып кеттіңіз, осы жуырда көрме болады деп. Мен ол көрмеге міндетті түрде барамын. Сізге мынау алтын уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасқаныңызға шын жүрегімнен үлкен алғыс айтамын. Көптен көп рахмет. Mucho gracias.